Одан бір ғасыр бұрын Павлодар өңірінде бір азамат өмірге келді. Ол азамат елдің атын аспандататын Әбілқайыр Баймолдин болатынды. Дүние есігінің гәлап ашқан сәби алдағы өмірінде қанды қырғын соғыс болатынын, сол соғыста өзге елде оққа ұшып, жат елден топырақ бұйыратынын сезбеп еді. Осылай 1908 жылы Лебяж ауданының Тақыр ауылында Әбілқайыр Баймолдин өмір есігін ашқан. Болашақ әскери қолбасшы кедей шаруаның отбасында өмірге келіп, өмірдің ащы тұщысын татып өскен. Бала кезінде Өскенбай деген байға жалданып, еңбек табуды, тиянақтылықты үйренгені болашағына көп әсер еткен. 8 жылдық мектепті аяқтаған соң Семейдегі Кеңес партия мектебінен дәріс алады. Бұл мектепті аяқтаған соң Павлодар аудандық комсомол комитетінде хатшы болып істейді. 1930 жылы партия қатарына өтеді. Осы жылдары ауданда бай кулактармен күресте танылған ол 1932 жылдан әскер қатарында болып, әскери өмірдің қыр-сырын үйренеді. Кіші командирлер мектебін сәтті аяқтаған оны кавалерия взводының командирі етіп тағайындап, Орта Азиядағы басмаштарды жою күресіне аттандырады. Өзіне тапсырылған іске асқан жауапкершілікпен қарайтын ол ерлігі үшін медальмен марапатталады. Адамзат санасынан өшірілмес тарихи оқиғалар болатыны рас. Соның бірі 1418 күнге созылған Ұлы Отан соғысы. Қан майданға өрімдей жастардың аттануы мен аласапыран басталғанын қарапайым халық мойындаған еді. Дәл осы уақытта әскери өмірге шыныққан Әбілқайырдың Ленин атындағы әскери саяси академияны аяқтауы сұрапыл соғыстың басталғанына тура келген. Талай-талай зобалаңды бастан өткерген сол бір кезеңде қазақ ұлты арасында әскери білімді адам жоқтың қасы болатын. Когда в Алмате в 1941 году формировалась новая казахская отдельная стрелковая бригада, был направлен заместителем командира бригады, нашей 100-й бригады. Ну, в 100-й бригаде командиром бригады тогда был полковник Шевцов, комиссаром был бывший академик Сахтарам Баишев. 100-я казахская национальная бригада в основном формирована была из молодежи добровольцев казахов. Почти 92% это были чисто казахская молодежь. Их обучали в Алмате. Вот тогда я заметил Баймолдина. Правда, я тогда еще на низовой работе был старшиной роты, потом командиром роты. Он был очень боевым человеком, знающим хорошо военных, потому что среди всех этих офицеров военных он более-менее знающим чувствовал, потому что политическую академию закончил, кадровый офицер, поэтому все старались как-то через него узнать военную технику. Он бывал в ротах, в батальонах, большие военные учебы проводил в Алмате. Я тогда его заметил как командира такого боевого, знающего человека. Ну, после обучения в Алмате, мы около 6 месяцев обучали нас в Алмате, потом направили нас в Москву. Тогда я его действительно хорошо запомнил, как самого такого боевого офицера. Еще я подумал, неужели такой молодой казах уже полковник? В то время вообще среди казахов таких званий редко кто имел. Ну, освобождали мы, принимали активное участие, наша 100-я казахская бригада, в освобождении городов, значит, Невель, Великие Луки. Особенно большие бои, большие потери были со стороны нашей бригады, это под Ржевом. Это самые ожесточенные бои были. Там мы 75% своих бойцов потеряли там. Ну и еще большие бои были в Невеле. Там немцы тоже здорово подготовились, у них сила там была большая. Но наша армия, там участвовала обязательно 100-я казахская национальная бригада и 101-я, которая формировалась в городе Актюбинске. Казахи, я должен сказать, я об этом писал, говорил, проявили себя только с положительной стороны. Ни одного отступающего бойца не было. Баймолдин проявил себя героически, как и командир, как и боец, поэтому он незабываемый. Все солдаты очень горячо плакали, тем более мы хоронили там и Маншука. Вот. Конечно, его жалко. Полковник в то время, это был таким уже знающим хорошо военное дело, потеряли мы его в Невеле. Вот это как раз нас очень огорчило. Но в то же время, до сего времени, кто жив, его никто не забывает. Он незабываемый человек.
Вот так что я запомнил его как хорошего, знающего командира. Если бы он был бы жив, я уверен, что он был бы сейчас генералом, может быть, даже армии. Тарихқа жүгінсек, 1941 жылдың маусымында сұрапыл соғыс басталғаны бәрімізге мәлім. Соғыстың алғашқы айларында Әбілқайыр Баймолдин 51-ші кавалерия полкына комиссар болып тағайындалады. Осы жылдың күз айында Москва үшін шайқаста даңқы шыққан генерал Даватордың гвардия атты әскери корпусына жіберіледі. Енді жорық жолдарының бір сәтіне шегініс жасасақ, Москваның жанындағы Волоколамскіге жақын Куяева деревнясындағы немістердің күшейтілген тірек пунктін алу туралы бұйрық беріледі. Әскери комиссардың басқаруындағы шағын құрам Куяеваны қоршауға алып 4 сағат бойы соғыса отырып, фашистердің тасталқанын шығарады. Нәтижесінде жаудың 60 жауынгерін тұтқынға алады және өте қажетті әскери жәдігерлерін алып келеді. Баймолдин 4 рет полкын шабуылға көтере білді деп жазған дивизияның саяси бөлімінің бастығы Бұхтаяров. Москва төңірегіндегі шайқаста көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін комиссар Әбілқайыр Баймолдин Қызыл жұлдыз және Қызыл ту ордендерімен марапатталады. 1941 жылдың аяғында Алматыда 100-ші қадақ атқыштар бригадасы құрылған болатын. Бригада 39-ші армияның құрамында 1942 жылдың 25-ші қарашасында ұрысқа кіріскен. Осы бригада командирінің орынбасары болып подполковник Әбілқайыр Баймолдин бекітілген. Өте сауатты, жауапкершілікті өзінен де өзгеден де талап ете білетін полковник Невель қаласының коменданты да болған. 1944 жылдың 4-ші қаңтарында Старосемья деревнясы үшін болған шайқаста жауапты операцияны полковник Әбілқайыр Баймолдин басқарады. Шайқастың жанқиярлығы сондай, миналар мен снарядтардың жарылысынан құлақ тұнған деседі. Нәтижесінде блиндаждар мен окоптарға, траншеяларға нық орналасып алған қатерлі жаудың шабуылы тойтарылып тыныштық орнаған. Бірақ кездейсоқ снаряд Баймолдиннің жанында небәрі 2-3 метр жерде жарылып мерт қылған. Міне, орыстың байырғы қаласы Невель. Бұл қала 3,5 жыл бойы неміс басқыншыларының қоршауында болған. Осы қоршаудан совет жауынгерлері сансыз төлемі жоқ шығындармен, оның ішінде адам шығындарымен бейбіт күнге иек артқан. Осы жанқиярлық соғыста қазақтың ұл қыздары, қазақтың жауынгерлері көптеп қатысқан. Солардың ішінде ерліктің символындай Әлия мен Мәншүк, жасында жарқылдаған полковник Әбілқайыр Баймолдин де бар. Шіркін-ай деймін, осы Әбілқайыр Баймолдинді мерт қылған снаряд 10 шақты метр алыста жарылатын болса, жасында жарқылдаған әскери білімді, әскери тәртіптің адамы Әбілқайыр Баймолдин тірі болушы еді деген ойда бар. Бірақ тағдыр адам таңдамайды. Біздер жерлесіміз полковник Әбілқайыр Баймолдин ерлікпен шайқасып, ақтық демі үзілген жерде тұрмыз. Он круговорот событий. Но зампостроевой – это не то, что в наше время, чтобы были начищены сапоги, пряжка, воротничок был подшит. А в обязанности Әбілқайыра входило минные поля перед позициями. Это он руководил их установкой. Заграждения проволочные – это он руководил. Окопы, блиндажи, дзоты, боеприпасы, чтобы вовремя подвозились. То есть огромный круг обязанностей входил. И вдобавок, так как он имел огромный уже военный опыт, и на Востоке воевал, и с басмачами, и награжден, и воевал уже с первого дня Великой Отечественной войны, то поэтому ему доверяли и приходилось планировать и осуществлять многие совместно с командиром штаба, начштаба, правильно называется, совместно с начальником штаба, а иногда и просто без начальника штаба, вот эти военные операции. Вот как раз он здесь станцию Зочи разрабатывал эту операцию. Он же захватывал это Иванье. Вот эти высоты тоже под его руководством захватывались, где погибли Сулейменов и Маншук-Маметова. То есть он вырос в большого командира. За бои под Невелем он получил звание полковника и орден Отечественной войны первой степени. Невель үшін болған шайқастың Ұлы Отан соғысында қалатын орны маңызды. Олай дейтініміз, азуынан өтірілген неміс әскері Псков облысы аймағында 3 жыл бойы өз үйінде жүргенде еркінсіп ойран салған. Тас қамалдай бекініп алған. Осы шайқаста 100-ші қадақ атқыштар бригадасы
жасындай жарқылдап ерліктің үлгісін көрсетті десе де болатындай. Великий Луки үшін болған шайқаста жаудың қарсы шабуылын тойтарған бригада Невель қаласын алуға қатысып, Большой Иван, Каратай көлдерінің аралығында аса қиын қорғаныс ұрыстарын жүргізеді. Невель үшін болған шайқастың нәтижесіне байланысты Әбілқайыр Баймолдинге полковник атағы беріледі. Осы бригаданың құрамында Мәншүк Мәметова мен Әбілқайыр Баймолдинмен бірге соғысқан соғыс сұрапылының тірі куәсі, артиллерия сержанты жадушы Әділхан Нұршайықов былай дейді. Әбілқайырдың тағы бір ерекшелігі өте жігерлі болды. Әбілқайыр келгенше біздің 100-ші атқыштар бригадасында бұрынғы қазақтардың көпшілігі өліп қайтыс болып, басқа орыс солдаттар келіп қосылғаннан кейін қазақтарда кішкентай күндеп, жүндеу бастайтын кез болған. Сол Әбілқайыр келгеннен кейін Әбілқайыр ондайлардың бәрін жерге қағып жібереді айтатын. Әбілқайыр келеді деген орысы қазағы бәрі бірдей дірілдеп тұратын. Тек қазақтардың абыройын, жауынгерлердің абыройын қатты көтеріп еді. Әбілқайыр келе жатыр десе, қазақ жігіттері сондай қуанатын, орыс командирлер асқарақтап қайда кірерге тесік таба алмай жүретін. Әбілқайырдың жаңағы әдемі киінетіндігі, сұлу екендігі, сымбатты екендігі бәрі жақсы дұрыс айтылған. Әбілқайыр осындай қалыппенен біздің бригадада беделді болды. Осы нақ сөйлейтінде керемет, осы шеге қандай сөйлеуші еді жарықтық. Орысшаға, қазақша бірдей. Баймолдиннің алдында қазақша сөйлеуді абырой көретінбіз. Майдангер жазушы бірге соғысқан жауынгерлерді еске алғанда, сол бір жылдарда жүргендей жігерленіп, екпіндеп сөйлеп кетеді екен. Жылдар өтсе де майдандастарын ұмытпай Невельге арнайы барып, Мәншүк пен Әбілқайыр Баймолдиннің зиратының басына барып Құран оқып, топырақ әкелгені өткенде естен шығармай құрмет тұтатынының белгісі. Білікті полковник Әбілқайыр Баймолдиннің қайтыс болғанда қазасына қайғырғаны мына бір өлеңінен байқалып тұр. Құрыштан құйылғандай денесі нық, кеудесі кең сақара, жүрегі ық. Ерінбес ер большевик, қайтпас қайсар, болаттан кесегімен түскен сынық. Айбаты арыстандай айға шапқан, қылышын күнге сермеп жарқылдатқан. Тұлғасы Шафаевтай дауысы зор, ереді екпінімен тауғылатқан. Дұшпан жоқ қаһарынан құламаған, жүгінсе ешбір адам, жүзіне ешбір адам шыдамаған. Полковник Баймолдин деп естігенде неміс жоқ ақылында жыламаған. Невель, Великий Луки, Новосокольники стратегиялық ұшпырышын қолдан бермеу үшін әккі жау жан берсіп жан алысты. 3 жылдай неміс әскері мұнда әбден бекіді. Өйткені Гитлердің солтүстік және орталық армиясына барар ұшпырышы осы жер болатын. Разворачивалась война более крупными единицами, чем бригада. И тогда 31-ю бригаду, поредевшую, и 100-ю бригаду вместе соединили в 1-ю стрелковую дивизию. И в 1-й стрелковой дивизии с 100-й бригады только замкомдивом был взят полковник Баймулдин. Это большая честь, потому что остальные были направлены в другие части. И ему пришлось осуществлять этот прорыв сюда, в сторону Новосокольника. Хотели захватить Новосокольники, взяв Заивание, потом ряд деревень и уже это Староселье. И там очень сложный рельеф местности. Вы сами видели, какие там высоты, болота, там пересеченная местность, там танком не пройти. И наши все-таки сумели взять эта 1-я дивизия стрелковая. И как раз этим наступательной операцией руководил Баймулдин и разрабатывал эту операцию. Немцы пытались сбить с захваченных высот за Старосельем, за этой деревушкой, и ничего не могли сделать, а применяли ведь авиацию и танки. И случайно, буквально, понимаете, погиб командир. А командир это был, понимаете, такой настоящий. Солдаты его любили, потому что он подтянутый всегда был, всегда ел из одного котелка с ними. И поэтому... И ведь награжден медалью за отвагой, очень маленький номер этой медали. Так получилось, что, в общем-то, геройский человек. Конечно, нужно было бы героя Советского Союза. Да, конечно, героя Советского Союза. Но сейчас как бы нет такой страны.
А все-таки я думаю, что вот правительству, президенту Казахстана, конечно, обязательно нужно бюст установить вот на родине, где в школе он учился. Обязательно дать ему вот это высокое звание, потому что он нигде себя не опорочил, не опозорил, всегда добивался успеха. 34 года был полковником, это не так просто. Учился всю жизнь восстанавливал советскую власть, все время помогал народу, стремился вот к такому счастливому будущему. Конечно, он достоин героя Казахстана. Біздер қалаға енгенде шіркеу жанында жауынгерлер сапты деп тұр екен. Олардың ортасында жаңа екі хабар пайда болыпты. Жақындағанда байқадық, бұл Мәншүк Мәметова мен Ибраим Сүлейменовтің хабары екен. Олардың бас жағында подполковник Баймолдин және Байышев тұр деп әңгімелейді жазушы Әділхан Нұршайықов. Әбілқайыр жүзі қатал, көзі өткір, дауысы қыранның даусындай саңқылдаған болатын дейді жазушы. Іле-шала өзі де осы зиратқа келіп жататынын сезбеген ғой. Міне осы зират басына Павлодарлық батырлар жолы мен патриоттық экспедициясының құрамындағы либияжлық жерлестері туған жерден топырақ апарып салды, арнайы Құран оқып тәу етті. Бір кереметі досқа адал Әбілқайыр Баймолдин Невел қаласының коменданты ретінде осы қаланың екі көшесін қазақтың батыр қызы Мәншүк Мәметованың, бір өзі 280 фашистің көзін жойған мерген Ибраим Сүлейменовтің есімімен атауға шешім шығарады. Бүгінде Невел қаласында екі көше осы есімдермен аталады. Павлодарлық жерлестері ұлы жеңістің 65 жылдығы қарсаңында Псков облысында жерленген атақты батырларына арнап жаңа 3 ескерткішті жасап, 3 ескерткішті қайта қалпына келтірді. Олар өлі риза болмай тірі баймайды деген сөздің өміршеңдігін көрсетті. Осы елдің халыққа айтып жатыр, Ресей бере алмапты кезінде герой атын. Өздері де ұсынып, бағана айтып жатыр, президентке айту керек, біз хат жазайық президенттеріңге, премьер-министрге хабарлайық. Бұл адам халыққа қаһарманның атына ие болуға лайықты деген пікір туып жатыр. Енді ойлаймыз, біз де өзіміздің шамамыз келгенше осы бір іс-шараға қолымыздың ұшын беріп, бұл кісінің енді әрине ерлігі мен келеткен ұрпақ тәрбиелеуге біз тиістіміз. Бүгін мінекей жаңадан ашылған ескерткіш Ибраим Сүлейменов, Мәншүк Мәметова, Әбілқайыр Баймолдинге соның қасында тұрмыз. Оны біздің павлодарлық жерлесіміз Жұмабек Хамзин өзінің осы брекшайбырын келіп, осы жердегі біздің жатқан жерлестеріміздің бәрінің ескерткіштерін жаңартып, осы бүгінгі күнге жеттік. Осы игістің басы қасында болып, жүзеге асырып жаны қалмай жүгіріп жүрген батырлар жолы мен идеясының бастамашысы, Қазақстан электролиз заводының вице-президенті Жұмабек Хамзин, Қазақстанның 3 батырын алаламай бәріне бірдей етіп жарқыраған граниттен ескерткіш салуы Жұмабек Жүкенұлының мәрттігі десе де болатындай. Кейінгі ұрпақ осындай игі шаралардан тәлім тәрбие алары анық. Қадасы да қатар, қабыры да қатар, қазақтың даңқты ұлы Әбілқайыр мен қаһарман қызы Мәншүктің бір зиратта жерленгеніне таңғалмасқа болмайтындай. Бұл әрине елі ортақ, жері ортақ, жан дүниесі ортақ екендігінің белгісі. Неміс басқыншыларымен шайқаста осы Невел маңында қаза болғанына 70 жыл толса да, жерлес бауырларымызға жатқан жерлерің жарық болсын дегіміз келіп тұр. Ұлы Отан соғысындағы Невел қаласының коменданты болған полковник Әбілқайыр Баймолдиннің майдан жолын бүгінгі ұрпақ көп біле бермейді. Оның әскери ойынының білгірі болғанын, қан майданда жасындай жарқылдағанын, беделді генералдар мен соғыс тактикасы төңірегінде ой пікірін білдіре алатын қабілетін арасында жерлестері біле бермейді. Біздің елден барған патриоттық экспедиция жетекшілері Ресейдің Невел қаласынан бір көшені осы даңқты полковниктің есімімен атауын сұрағаны және сол болашақ көшеге полковник Әбілқайыр Баймолдин атындағы көше деген арнайы жазбаны алып барғанына ресейліктердің риза болуы, қаһарман полковниктің артында елі бар, жері бар, іздейтін азаматтары бар екенінің белгісі. Сондай-ақ невелдіктердің екі елдің басшыларынан осы бір қаһарман полковникке батыр атағын сұрауы қазақтың даңқтылына деген зор құрмет екенін мойындауымыз керек-ақ. Ештен кеш жақсы дейді халқымыз. Былтыр ғана 100-ге келген Әбілқайыр Баймолдин елінде ескеріліп, лайықты деңгейде құрмет көрсетілсе, ұтылмайтынымызды ұмытпаған жөн. Дөңгеленген дүние сонысымен қызық.